Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін ешқандай да ашытқы, ас содасы қосылмай, небары 15 минутта ғана жасалатын өте дәмді, жұп-жұмсақ және де солай бүксеген кезде сынбайтын шелпектер дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылытып алған сүтімізді құямыз. Үстіне жарты ас қасық тұз, 2 ас қасық қантымызды саламыз, жұмыртқамызды саламыз. Енді жақсылап тұрып шанышқымыздың көмегімен араластырып аламыз. Барлық қоспамыз жақсылап араласқанға дейін араластыру керек. Келесі кезекте біз ұнымызды саламыз. Ұнды салғанда бірден барлық мөлшерін салмаймыз. Аз мөлшерден сала отырып, осылайынан шанышқының немесе венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Сол кезде біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады және де артық мөлшерде ұн қосып қоймаймыз. Міндетті түрде осылай аз мөлшерден салып тұрыңыздар. Араластыруға келгенге дейін шанышқымен араластырамыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз сәл қолға кішкене ғана жабыспақ және де жұмсақ болып шығуы керек. Міне осылайынан. Енді біз қамырымызды қазір салафан пакетикқа немесе осылайынан өзінің ыдысына бетін жауып шамамен 10 минуттай қойып қоямыз. 10 минутта бізде қамырымыз тынығуы керек. Біздің 10 минут уақытымыз өтті. Енді шамалы құрағын сеуіп аламыз. Одан кейін қамырды міне осылай ұзынша қылдырып жайып, ортасынан теңге бөліп аламыз. Және де әр бөлігін тағы да бөліктерге бөлеміз. Барлығы менде сонда бір жақ бөлігінде 8 дана, бір жақ бөлігінде 8, 16 дана қамыр дайын болды. Енді біз барлық кесіп алған қамырларымызды осылайынан міне дөңгелек болатындай форма жасаймыз. Ол үшін қолымыздың көмегімен осылай ортаңғы жақ бөлігіне қамырды жинастырып аламыз. Міне осындай дөңгелек форма дайындап аламыз. Дайындап қойған қамырларымызды шет жаққа қойып, бетін жауып қойыңыздар. Сонда бізде жұмсақ болып тұрады. Міне енді қазір қамырымызды біз жаюға кірісеміз. Бізде шелпектеріміз ешқандай да ашытқы, ас содасы және де қопсытқыш, яғни разрыхитель қосылмағандықтан қамырымызды өте жұқа қылдырып жаюымыз керек. Қазір сіздерге видеоның соңында қандай жұқалықта қамырымды жайғанын көрсететін боламын. Өте қатты көп құрғаған теуіп керек емес. Міне қараңыздар, осындай жұқалықта болуы тиіс. Енді алдын ала майымызды қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға шелпегімізді салып, осылайынан міне шанышқының көмегімен осылай айналдырып тұрамыз. Шамамен әр жақ бөлігін 7 секундтай пісіріп алдым. Одан артық пісіріп керек емес, 7 секунд бізге жеткілікті. Егер қаласаңыздар, сарғыш емес, сәл ақшылдау қылып та пісіруге болады. Солайда бізде шелпектеріміз өте дәмді болып шығады. Міне қараңыздар, бірінші шелпегіміз пісті. Тура осылайынан барлық шелпектерімізді пісіріп аламыз. Және де шелпектерді пісіру барысында шелпектердің бетін, дайын болып піскен шелпектердің бетін ас бөлмесіне арналған сүлгімен жауып қойғандарыңыз абзал болады. Сол кезде шелпектеріміз барлығы жұп-жұмсақ болып тұрады. Міне қараңыздар, біздің шелпегіміз осындай міне сарғыш болғанға дейін пісіріп алдым. Ақшылдау қылып та жазсаңыздар болады. Міне біздің барлық шелпектеріміз дайын болды. Өте дәмді және де небары 15 минутта дайындалды. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай да құрамына ашытқы, ас содасы, қопсытқыш керек емес. Өте дәмді болып шығады. Егер сіздер видеомды ұнатып жатсаңыздар, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан рецепті алғаш болып көретін боласыздар. Кездескенше.